Selam dostlar. Bugün bizde video. Biz Toğjan sabahtan geldi. Toğjan işin dep жатырмыз. Marjan бар және екі үлкен сабаққа кетті. Олар сабаққа кеткенде Тоғжан сабақтан келіп жатыр. Я, Маржан? Привет, деш, Маржан? Привет, деш, Маржакон. Кәмпит жеуге болмайды. Беш маған. Не Тоғжан? Тамақ ішіп жатыр бұл. Қазір біз шай ішеміз. Болдың ба? Қаша жеп болдың ба? Ja. Осындай нан пісіреміз. Қолдан жіберші Тоғжан. Шай қайнады. Нан. Пирожки пісіреміз сосын. Бүгін емес. Бүгін емес, сосын пісіреміз, иә? Так. Қатты сөйлесей сыбырламай. Сабақ қалай болды Тоғжан? Күшті. Оқып бердің ба ана тіліңді? Иә. Дұрыс әдемі оқыдың ба? Неше қойды? 5 қойды ма? Ай, бір ақша берді. Неге біреу ақ? Білмеймін. Бәріне де біреу ақ берді ма? Көнтей, сен көнбей қалдың ба? Кәмпит жемесейсің. Привет, деш, Маржан. Привет де. Привет. Бұл бала ауырып жүр, иә, жөтеліп. Мұрнынан қасағып. Бүгін кішкене қайта жақсарғаны, кеше бүгін. Шай ішеміз қазір. Әңгіме айтма Тоғжан. Сүрейін ба? Кел ал. Телевизор көрсін ба? Ашшы да салсын. Не, қандай жейсің соны салсай. Мынандай кәмпит бар ма? Осындай кәмпит жақсы ғой. Тоғжан да осындай Наталья екен. Кәне салдың ба? Не біздегі шай? Тамақ ішіп алдық мана. Енді шай ішеміз. Әңгіме айтып, шай ішейік, иә? Тіркеліңіздер, видео ұнаса лайк басыңыздар. Бізді қызықты тағы да видеолар түсіретін боламыз. Магазинде видео түсіреміз, иә? Балаға видео түсіру керек. Кішкенде баламен шоғырға не болып тұр? Кішкене жазға барсай. Көктемде шығамыз. Коляскаға салып, иә? Қазір күн суық. Бізде Қостанайда күн суық. Бүгін нешесі? 5 ақпан. 5 ақпан бізде күн суық болыпты. Сіздер жақтарда қалай? Күн аяз ба, жылы ма? Әрине қоймаппыз ғой. Екі үлкен балам келсін. Біреу 5 оқиды. Оған біреу қызым, үлкен қызым 6 оқиды. Сол екеуі келсін кешке видео түсіреміз, иә, тағы ойындармен.
келсек таныстыратын боламын. Бірақ алдыңғы видеоларда бар. Алтынай мен Рамазан. Ойбай, соғып қалды ма телевизор? Сен шоқыдың ба өзің? Бұл кісі істеді енді. Өзі телевизорды шұқып, пультті басып тұртады да. Сосын кеп тұрады бізге пульт ұстап. Не басып ұстағансың? Көрмейсің ба бұны? Жындана берді. Жындана түрін көресің. Тегіз қойып. Ласточка. Ұнайды осы маған. Саған да ұнай ма? Бүкіл бала барды ма сабаққа? Аделя, Алихан бармайды. Аделя бір жаққа бір қалақ кетті. Ал Алихан ауырып жатыр. Бүгін тәтесі апарған Алтынай сабаққа. Күнде апарғанда өзінің ақшасын беріп тұратыным. Разленкадағы тамағын. 300 теңге, 400 теңге. Соны ұмытып кетіппін ғой. Бүгін Разленкада тамақ ішпей, қарны ашып кетті. Қызым ренжіп маған. Ашуланып келді ғой. Соған әлі ренжіп отыр. Солай ма? Ал достар, біз шай ішіп тамақтанып болдық. Маржан деген бала маған ызыңдап жүрсе ұйқысы келіп жүр екен. Оны арғап ұйықтатып жатырмын. Қазір ұйықтатып тастап істейтін тірліктерім бар. Тоғжан, сен не істейсің қазір? Сабақ оқимыз, иә? Ана тілі оқимыз, сосын алмашын екілді істеймін. Иә, сол бөлімді жасағанша. Осымен біздің видео аяқталды, достар. Біздің каналға тіркеліп, бізді қолдап кетіңіздер. Не істеу керек? Лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Пока-пока.